Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін мен сіздермен өтетін тақырыбым электромагниттік толқындардың жұтылуы мен шығарылуы. Бүгінгі оқу мақсаты электромагниттік толқындардың пайда болу шарттарын түсіндіру және олардың қасиеттерін сипаттау. Бүгін білетіндеріңіз бала, электромагниттік толқындардың пайда болу шарттарын білесіздер және олардың толқындарын сипаттаймыз және оның қолдануына мысалдар келтіреміз. Енді ең алдымен бұл ай бізде әділдік пен жауапкершілік айы, құндылыққа байланысты. Сондықтан қазір тақырыптарды топтарға бөлінген кезде бір-бірімізге әділ және әр тапсырмаға жауапкершілікпен қарайтын болайық. Мен сіздерді бүгін тамшылар әдісі бойынша 3 топқа бөлдім. Ультракүлгін сәулелер тобы, инфрақызыл тобы, сәулелер тобы және рентген сәулелер тобы деп. Жарайсыздар балалар. Енді топқа бөлініп болғаннан кейін сіздерге алдыңғы тақырып бойынша үй тапсырмасын сұраймын. Мен бүгін сіздерге үй тапсырмасын электр энергиясына байланысты сөйлем құрау әдісі бойынша Word-волда тапсырманы дайындап алып келдім. Енді алдарыңызда тұрған слайдта көрініп тұрған QR-код арқылы ашамыз. Ашқан кезде бізге барлығымызға осындай платформа ашылады, Word-вол. Осы жерде стартты басасыздар. Стартты басқан кезде сіздерге мен 6 сұрақ дайындадым. 6 сұрақта әр түрлі тапсырмаларды бердім. Сол тапсырмаларды, сөйлемдерді құрастыратын боласыздар. Ең алдымен мен бір мысал көрсете салайын сіздерге. Мысалы, осы жел электр станциясы дүние жүзі сөздерге мән беріп құрастырасыздар. Дүние жүзі бойынша электр энергиясының 85%-ын береді. Әр осы 6 сұраққа жауап беру арқылы сіздер бүгін бағаланасыздар осы үй тапсырмасын. Енді келесі қараңыздар балалар. Енді мен сіздерге жаңа тақырыпты ашу үшін видео көрсетемін. Сол видеоға алдарыңызға ақпаратқа жауап жазасыздар. Яғни механикалық толқын мен электромагниттік толқынның ұқсастығы мен айырмашылығын жазасыздар. Әрбір видеоға бүгін нақты жақсы қараңыздар. Жақсы ма? Сұрақта бүкіл жауабы берілген видеода. Электр өрісі өзгерсе, мұнда тағы магниттік өріс деп пайда болады. Осылай видеоны көрсетемін. Электромагнит жасалған призманы ағатып өтуін радиолокация қолданып метрден 10 нанометрге дейін рентген сәулелері шапшаң электрондар мен зарядты. Одан ары қарай мен сіздермен сұрақтарға жауап берген екен оқушылар. Мен сіздерге ары қарай өтетін болам. Яғни электромагниттік толқындардың пайда болу шарттары қандай екен? Соны кішкене толықтыра айта кететін болсам. Біріншісі зарядтардың қозғалысы, яғни бұл жерде зарядталған бөлшектердің үдемелі қозғалысының кезінде пайда болады. Және электр өрісі кезінде білеміз, электр өрісі магнит өрісін тудырады, магнит өрісі электр өрісін тудырады. Және атомдық ауысулар. Бұл мысалы энергиялар ауысады ғой. Энергиялар ауысқан кезде фотондар шығаратын болса, ол кезде электромагниттік толқындардың пайда болатынын көруге болады. Енді электромагниттік толқындардың қасиеттеріне тоқтала кететін болсақ, біз білеміз, ақ жарық арқылы спектрлерге бөлінуін. Яғни бұл сыну құбылысы, шағылу құбылысы және дифракция құбылысы. Осы электромагниттік толқындардың қасиеттері болып табылады. Келесі, осы электромагниттік спектрлерге жіктеген кезде толқындар қалай жұтылады, қалай шығарылады, соны айта кететін болсам, мысалы көрінетін жарықта көзбен көруге болатын электромагниттік толқындарды мысалы ретінде айтуға болады. Күнді, одан кейін күн бар, көрінетін жарығымыз, күнделікті біздің көріп атқан шамдарымыз бар дегенде, келесі ультракүлгін сәулесі бұл күн сәулесінің құрамындағы теріге әсер ететін толқындар. Рентген сәулесі бұл медицинада сүйектерді көру үшін қолданылады. Және гамма сәулесі ең жоғарғы энергиялы электромагниттік толқындар болып табылады. Одан кейінгі білеміз радиотолқындар, яғни ең ұзын толқын ұзындығы. Яғни біз
бұдан байланыс және радио хабарлар үшін қолданамыз. Ал инфрақызыл сәуле дегеніміз бұл жылуды анықтау үшін пайдаланады балалар. Медицинада немесе түнгі көру құрылғыларында, қашықтықтан басқару пультінде пайдаланады және қолданылады. Енді осы толқындардың қоршаған ортаға әсерін айтатын болсақ, біз алдында айттық, электромагниттік толқындар абсолют қара дене. Қара дене бүкіл денені не істейді? Өзіне жұтады. Сол сияқты қазір энергиямыздың барлығы, күннің энергиясын өзімізге жұтамыз, яғни қоршаған ортаға не істейміз? Жылу сыйлап жатырмыз. Бұл жұтылудың пайдасы, қоршаған ортаға әсері. Ал шығарылуы қоршаған ортаға, мысалы неше түрлі банаға радиоластанулар болып жатыр. Яғни бұл адам денсаулығына, жануарларға әсер етуі мүмкін. Кейде лазерлердің өзі де адамның көзін құртып жүруге бірден-бір мүмкіндік. Сондықтан бұлардың барлығын қоршаған ортадан шығатын радиотолқындардың азайту үшін ең алдымен балалар, біз қоршаған ортаны таза ұстауымыз керек, ластамауымыз керек, және көгалдандыруымыз керек. Және де біздегі су электр станциялары бар, су электр станцияларын ластамай ұстауымыз қажет екен. Жел электр станциясы күннің энергиясы арқылы, осындай энергиялар арқылы біз қоршаған ортаға пайдамызды тигізуімізге болады. Ал оқушылар енді 3 топқа тапсырма берейін. Бірінші топтың тапсырмасы 3D куб арқылы ақ жарықтың призмаға келіп түскен спектрлердің жіктелуін, яғни немесе жарықтың дисперсиясын зерттеп көрсетесіздер. Енді міне оған сіздерге қазір мінекей көрсетейін. Жарықтың дисперсиясы арқылы жұмыстау. Арнайы кабинеттегі міне аласыздар. Және қолдарыңызға, әрқайсыларыңызға осындай маркер беріледі. Осы маркермен жұмыс жасайтын боласыздар. 3D экрандағы спектрлердің жіктелуін көретін боласыздар. Неге жарық бүгін спектрге байланысты жарық дисперсиясын бақылайтын боламыз. Мінекей көріп отырсыздар ғой, 3D дисп арқылы. Келесі, яғни бұл жерде толқын ұзындығын балалар қараңыздаршы, кішірейткен сайын, үлкейткен сайын әртүрлі көрінетін түстердің сіздерге қалай таралатынын көрсетуге болады екен. Мінекей көрініп тұр ғой барлықтарыңызға. Мінекей осылай, осыны әрқайсыларыңыз өздеріңіз жасап, маған спектрдің жіктелуін түсіндіресіздер. Бірінші топ. Одан кейін келесі тобымыз бізде келесі екінші топтың тапсырмасын қарайық. Екінші топтың тапсырмасы бұл инфрақызыл сәулені тобы. Бұл сіздер мына алдарыңызда тұрған QR код арқылы берілген ақпаратты оқисыздар да инфрақызыл сәулелердің қолдануына мысалдар келтіресіздер. Ауыл шаруашылығында инфрақызыл сәулесі не үшін пайдаланады? Медицинада, өндірісте және техникада осының пайдаланылған бәрін айтып бересіздер. Енді келесі тағы да бір тапсырмамыз, ол біздерде мінекей алдарыңызда тұр ғой, Фет Колорадо әдісі арқылы біз не істейміз? Бүгінгі тапсырманы көрсететін боласыздар. Міне Фет Колорадо арқылы, яғни бүгінгі зертхананы сіздерге берілген қараңыздар, тапсырманы орындап бересіздер. Мінекей күн, жер, мына жерде бәрі көрініп тұр. Қалай спектрлердің жұмыс жасалуы көрініп тұр екен. Мінекей көрдіңіздер ғой, осы Фет Колорадо арқылы жұмыс жасап беретін боласыздар. Мінекей қараңыздар, жерде тұрған кезде бізге қалай көрінеді. Енді ары қарай көтере берсек, жерден ары қарай жұлдыздың ары қарай көрсете берсек, одан күнге дейін барсақ, біздің берілген қалай көрінетін барлығы сіздерге мінекей спектрлердің толқын ұзындықтарының, яғни толқын ұзындықтарын қаншалықты ұзартсақ, бізге анық көрінетінін көруге болады. Осыны түсіндіріп бересіздер. Келесі тапсырмамыз, келесі үшінші топтың тапсырмасы, бұл рентген сәулесі арқылы, яғни рентген сәулесі арқылы рентген сәулесіне мен кинометафора әдісі бойынша топпен
бір тапсырманы қорғайды. Яғни бұл жерде қазір осы рентген туралы ақпарат тыңдайды. Ішінде айна болады. Ол адамды толық көруге мүмкіндік береді зарядпен. Теріс байланыстағы катодтар. Мінекей осы ақпаратты тыңдай отырып, балалар, ақпаратты тыңдай отырып, сұрақтарға жауап беретін болады. Берілген видеода рентгеннің түтікшесі туралы не айтты, және де бұдан бөлек балалар маған Васкак әдісі бойынша мына жердегі түтікшенің жұмыс жасау принципін түсіндіретін болады. Мінекей. Қараңыздар. Барлықтарыңызға көрініп тұр ғой. Осының жұмыс жасау принципін балалар мына қараңыздар. Барлығы көрініп тұр, мінекей. Көріп тұр ғой барлығы. Әр түсті жазған сайын біздің берілген сәулелердің түсіндірілуі барлығы көрсетіп тұр. Осымен жұмыс жасап, бұны да сіздер қорғап кетесіздер. Келесі осы балалар бүкіл тапсырманы орындап болғаннан кейін мен топтық жұмыс ретінде оқушыларға электромагниттік толқындардың жұтылу мен шығаруларынан мысалдар келтіреді. Яғни бағана айтқан ақпараттың барлығын осы кестеге толтыратын болады. Мысалы, күн сәулесі. Күн сәулесі жерге жеткенде атмосфера арқылы жұтылады. Қалай шығарылады? Ол жер беті мен атмосферадан түрлі сәулелер шығады. Мысалы, инфрақызыл сәуле шығарады деген сияқты осылардың барлығын оқушылар кестеге толтыру арқылы жұмыс жасайтын болады. Екінші тапсырма. Келесі тапсырмамыз бізде ол үшінші тапсырма, жұптық жұмыс. Әр оқушыға осы кестені таратамын. Сол кестені таратқан кезде мынау айтқан мәліметтер қай ғалым айтты, соны сәйкестендіріп қоятын болады. Келесі төртінші тапсырмамыз жеке жұмыс. Яғни мен әр топқа жұмыс беремін, бірақ балалар өздері орындайды. Мінекей алдарыңызда көрініп тұрғандай сызбамен жұмыс. Бұл жерде электромагниттік толқындар шкаласын толтыру керек. Яғни бірінші қай шкала тұрады? Мана видеода көрсетіліп кеткен. Яғни бұл жерге мен суреттерді пайдаланады да электромагниттік толқындар шкаласын оқушылар толтырып береді. Екінші тапсырмасы бұл электромагниттік толқындар шкаласының жиіліктерінің диапазонын орналастырады. Содан кейін үшінші тапсырмамыз мына жердегі сызба тұрғы суреттер арқылы. Осы суреттерді, мысалы, ультракүлгін сәулесіне мына сызбаның қайсы жатады, рентген сәулесіне мына сызбаның қайсы жатады, осы суреттерді әкеп орналастырады, жабыстырып. Ал енді ең бірінші, одан кейін тағы да бір тапсырма, яғни жеке жұмыс. Бұл функционалдық сауаттылықты арттыру мақсатында бір 5 минутқа тест ретінде алуға болады. Яғни балаларға әрі құндылықты дамыта отырып, әрі біздің физикаға байланысты тапсырманы орындауға мүмкіндік береді. Яғни мен мынандай көкпар деген оларға мәтін беремін, сол мәтінді оқиды, сол мәтінді оқу барысында мынау тесттерге жауап береді. Яғни бұл рентген сәулесіне байланысты сұрақтар қойылып тұр. Сол рентген сәулесі арқылы, мына сұрақтарға жауап беру арқылы балалар өз балын алады және сауаттылықты дамытады деп ойлаймын. Енді рефлексиямен бағалау, мен бұл iPhone әдісі арқылы оқушылардан кері байланыс аламын, және әр топқа бана дескриптор берген, сол арқылы бағалаймын. Және үйге тапсырма, мысалы, мынандай сіздерге қазір барлықтарыңызға видеоны ашып көрсетемін. Яғни Генрих Герцтің ашқан жаңалығы. Сол сияқты бұларда ұялы телефоннан шығатын электромагниттік сәулелердің адам ағзасына тигізетін әсерін зерттеп әкеп көрсетеді. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Генрих Рудольф Герц, Германияның ғалымымын. Мен разрядтық вибратор. Мен олардың жарық жылдамдығына тең екенін өлшедім. Генрих Герцтің ашқан жаңалығын оқушылар қарай отырып, өздері зерттеу жұмысын жасайтын болады. Үй тапсырмасын осылай беріп бағалаймын. Жақсы, тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.